Бұл жағдайға бейжай қарау мүмкін емес. Мадина өзіне қол жұмсауға дейін барған екен. Өзінің айтуы бойынша қыз дәвели дейді. Не деймін енді? Мойныңа не болды? Асылып қалдым. Дәвели сондай состояниеге. Реанимациядан бірақ шықтым комадан. Мадина мен Фархаттың махаббаты бір кездері көпке үлгі болған еді. Бір-біріне сеніп, болашаққа үлкен үмітпен қадам басқан екі жас тез үйленіп, ортақ өмір бастады. Бірақ өмір тек әдемі сәттерден тұрмайды. Уақыт өте келе тұрмыстық қиындықтар, сыртқы араласулар, түсінбеушіліктер көбейді. Сол кезде махаббатты сақтап қалу үшін екеуіне де сабыр мен даналық керек еді. Өкінішке қарай ол жетіспеді. Мадинаның жазған сөздері жай ғана реніш емес. Ол жиналып қалған мұңның, жалғыздықтың, ішкі жан айқайының көрінісі. Әйел адам бәріне шыдайды, сөзге де, көз жасына да, әділетсіздікке де. Бірақ бір күні оның да жүрегі шаршайды. Сол кезде ол бәрінен бас тартады. Маған бәрібір деуі, шын мәнінде мен қатты ауырдым деген сөз. Пікірлерді оқи отырып, халықтың да бұл жағдайға немқұрайлы қарамағанын байқаймыз. Көп адам Фархаттың жауапкершілігіне күмән келтірді. Ер азамат үшін ең үлкен міндет өз отбасын қорғау. Әйелін сырттан келетін сөзден, қысымнан, әділетсіздіктен сақтау. Егер ер адам өз шаңырағында тірек бола алмаса, ол шаңырақ шайқалады. Ана қасиетті. Анаңды құрметтеу парыз. Бірақ үйленген соң, жарың да сенің аманатың. Оны екінші орынға қою, оның жүрегін жаралау. Әйел өзін қажетсіз сезінген сәттен бастап, сол отбасында бақыт жоғалады. Мадина фотоларды өшірмей, үнсіз қалуы, оның әлі де болса сол махаббатты қадірлегенін көрсетеді. Ол бәрін жоққа шығармады, өткенді өшірмеді. Бұл оның тазалығы мен сабырын білдіреді. Отбасы уақытша сезімге құрылған одақ емес. Ол жауапкершілік, еңбек, кешірім, түсіністік. Қиындық туған кезде кетіп қалу, әлсіздік. Қиындықты бірге жеңу нағыз ерлік. Бұл оқиғада ең өкініштісі екі жастың да арманының ортасында қалуы. Бәлкім екеуі де бақытты болғысы келді. Бәлкім екеуі де тырысты. Бірақ дұрыс диалог болмады, бір-бірін шын тыңдау болмады. Қазір бәрі кеш сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл тарих тек бір отбасының емес, бүкіл қоғамның айнасы. Қаншама қыз үмітпен тұрмысқа шығып, кейін көз жасымен қайтады. Қаншама жігіт жауапкершіліктің салмағын көтере алмай, бәрінен қашады. Бұл жағдай бізге бір нәрсені үйретуі керек. Нағыз ер азамат жарының қорғаны. Нағыз әйел отбасының жүрегі. Екеуі бірге болғанда ғана шаңырақ мықты болады. Өкінішке қарай, Мадина мен Фархаттың тарихы осылай аяқталуға жақын. Бірақ олардың басынан өткендері басқа жастарға сабақ болса екен. Бір-бірін бағалауды, уақытында кешіруді, уақытында түсінуді үйретсе екен.